Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін біз осындай оп-оңай печенье дайындаймыз. 5 минутта дайын болады. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Бізге керекті заттар: жұмыртқа, қант, какао, май, ұн және сода. Пропорциясын астыңғы описанияға қалдырамын. Ыдысымызға бірінші сары майды құямыз. Сосын қант. Осы екеуін жақсылап араластырамыз. Осы массамыздың үстіне 2 жұмыртқаны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте құрғақ ингредиенттерімізді саламыз. Бұл ұн және сода. 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Осындай өте қатты десем де болады. Осындай тесто, бірақ қолға жабыспайтын тесто шығу қажет. Енді мен мынандай лопаткамен араластырамын. Өте ыңғайлы. Енді жақсылап араластырамыз. Бізге осындай ыдыс қажет болады, шұңқыр. Және де осындай 2 одноразовый мешок керек болады для кондитеров деген. Осының бірін ашып, жарты тестамызды саламыз. Көз мөлшерімен сала берсеңіздер болады. Енді қалған тестамызға какао салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Ендігі тестамызды 2-ші мешокқа саламыз. Біздің тесталарымыз дайын. Противнемізге тестоны саламыз. Енді кезек-мезек осы тесталарымызды салып шығатын боламыз.
Міне дайын болды. Енді осыны пешімізге салатын боламыз. 170 градуста 15-20 минут. Пешіміз қызып тұрған болу қажет.